Баршаңызға сәлем. Бір жасағаннан ойдағыдай болып шығатын өте жұмсақ, үлпілдек және қолдағы бар заттардан жасауға болатын булочки пісіретін боламыз. Барлық керек ингредиентті описанияға қалдырып кетем. Ең алғаш жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып, оған 1 стакан сүт және де майымызды құйып жақсылап араластырып алатын боламыз. Және тұз қосамыз, дрожж қосамыз, 1 қасықтай болатын қопсытқыш саламыз да дайындап қойған ұнымызды електен өткізілген біртіндеп сала отыра өте жұмсақ болатын, яғни қамырымызды илеп аламыз. Яғни бауырсақтың қамырындай болу керек. Қатты жұмсақ, қатты болмау керек, орташа деңгейде болу керек. Кейін көтерілуге, яғни тынығуға 1 сағаттай қойып қоятын боламыз. Қамырымызды көтерілген соң осылай әдемілеп 2 бөлікке осылай бөліп аламыз. Көрдіңіздер ме, қамырымыз қолға еш жабыспайды. Одан кейін астына сәл ғана ұн себеміз. Сәл ғана көп себуге болмайды. Сөйтіп жақсылап дөңгелек етіп жаяу отыра мен 2 начинкамен көрсететін боламыз сіздерге. Үстіне кәдімгі майымызды құямыз. Содан кейін жақсылап өстіп барлық жана жағып алып, үстіне қант жағып шығамыз. Барлығын видеода да етіп осылай кесіп шығамыз да әдемілеп орап шығатын боламыз. Бас жағын тарта отыра орасаңыздар, әдемі болады. Кез келген дастарханның көркі болатын өте дәмді булочкилер. Біздің үйде осыны аптасына жоқ дегенде 2 рет жасайтын шығармын. Кейін келесі начинка мен шоколадпен жасадым. Осындай шоколадты салып, ішіндегі сәл орехы бар. Осылай әдемілеп етіп жасап, видеодадай барлығын орап шығатын боласыздар. Өте дәмді болып шығады. 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқаны сарысын, кунжут, мак сепсеңіздер болады. Ас болсын.